Ұлы Отан соғысы халқымыздың сезімі мен санасында терең із қалдырды және ол көптеген суретшілердің шығармаларында шебер бейнеленді. Жыл сайын музейлерде жеңіс күні қарсаңында соғыс ардагер суретшілерінің шығармаларынан көрмелер ұйымдастырылады. Одан қазіргі жас ұрпақ күнбе-күн көркем және деректі фильмдерден, фотосуреттерден, кітаптар мен құжаттардан көріп жүрген, тарихқа айналып кеткен шындықты байқайды. Майдангер суретшілердің шығармалары да құжат, нағыз шындықтың айнасы, куәгерлердің көзбен көргені, көңілге тоқығаны. Олар жүректің тереңінен шыққан, есте қалған, қағазға түсірілген сурет нышандары. Қазақстанда майдангер суретшілердің алғашқы көрмесі 1970 жылдың мамыр айында ұлы жеңістің 25 жылдық мерекесі қарсаңында ашылды. Міне, осы жолмен біздің музейімізде жүріп келеді. Жыл сайын жеңіске арналған көрмеде осы тақырыпта кескіндеме, мүсін және графикалық шығармалар қойылады. Соғыс өткен тарихты ғана емес, бүгінімізді жете түсінуге баулиды. Сондықтан да майдангер суретшілер үшін жеңіс күніне арналған әрбір көрме адамгершілік және азаматтық парыздың өтемі секілді. Майдан ардагерлері шығармаларында тек соғысты бейнелеп қана қоймайды. Суретшілер сол заманның тау шыңындай асқақ ұлы тұлғалар бейнелерін келер ұрпаққа жазып қалдырып кетті. Бұл бейнелермен біз қазіргі күнде мақтанамыз. Сондай бір танымал тұлғалардың бірі қазақтың дүлділ ақыны Жамбыл Шапаев. Жамбыл ұзақ өмір сүрді. Өзінің бір өлеңінде суреттегендей, ол 1846 жылдың ақпан айында қаралы заман жұт-жылы дүниеге келіп, өзінің 100 жасқа толған мерекелі күніне 7 ай қалғанда дүниеден өтті. Атақты Сүйінбай ақынның шәкірті 16 жасынан ақ ел алдына шығып, өлеңімен халықты сүйсіндіріп жүрді. Өткен ғасырдың соңғы ширегінде Жамбыл творчествосы қазақ даласына кең танымал болды. 4 патшаның дәуірін басынан өткізген ол социалистік құрылысты шабыттана жырлады. Оның жаңалыққа жаны құштарлығы, зерек зерделілігі, майталман шешендігі, сан айтыстарда шыңдалған тәжірибесі, халық өмірінде болып жатқан ірілі-ұсақты оқиғаларға уытты жырлары мен дер кезінде үн қосып отыруына мол септігін тигізді. Оның жырлары өзге тілдерге аударылып, ұлан байтақ еліміздің түпкір-түпкіріне кең таныла бастады. Соның артынша шетелдерге де тарап жатты. Еліміздің қарт ақынның еңбегін лайықты бағалап, мемлекеттік қайраткер дәрежесіне дейін көтерді. Ақын тақырыбына қылқалам тартқан шеберлердің бірі Баранов Константин Яковлевич. Суретші Жамбылдың литографиялық портретін жасап, кейіпкерінің төңірегіне ақын жырының мазмұнына сай келетін бірнеше оқиғалы көріністер салған. Портретте кейіпкердің салмақты кейпін, тұлғасының сымбаттылығын, ойлы қалпын баса бейнелеуге көңіл аударған. Ақын бейнесінің даналықтың, мейірім мен табандылықтың нышандары бой көрсетеді. Мұнда өз поэзиясының құдіретін жете сезінетін, адамзаттың өмір үшін өнердің қандай құдіреті барын тереңнен байыптайтын қоғам қайраткерінің бейнесі бар. Баранов ақ және қара түстердің бай палитрасын кеңінен қолдана білді. Кейіпкердің бет әлпеті мүсін тәрізді шығыңқы көрінеді. Қалың матадан тігілген шапаны мен басындағы бөрігі үйлесіп, бірін-бірі толықтырып тұр. Картина бетінен тіпті адамның терісі мен ордендерінің металы, домбыраның ағашы мен қатар киімінің матасын да сезіне аламыз. Суретші көрермен назарын негізгі объектіге аудару үшін фигураның айналасындағы кеңістікті жазуда ағарту техникасын қолданған. Гравюраның артқы бөлігінде негізгі кейіпкердің өмір жолымен тығыз байланысты оқиғалар бейнеленген. Олар ақынның образын ашуға септігін тигізеді. Жамбылдың өлең жолдарында сан мәрте қайталанып жырланған Туқан өлкесінің кең байтақ жазық даласы,
қатпарланған тау жоталары бейнеленген. Қазақтың ұлттық киіміндегі еңбекқор, жанашыр адамдарын байқаймыз. Оң қапталда орналасқан текеметтің бетіндегі ою-өрнек иірімдеріндей қазақтың басынан небір зұламат замандар өтті. Алдарына отар-отар қойларын салып айдап, жайсаң жатқан елдің тыныштығын, зеңбіректер мен аспаннан оғын қарша боратқан жауыз жаудың ұшақтарының дауысы бұзады. Әр ауылдан майдан шебіне аттанып жатқан сансыз үлкен-кішілі ер азаматтардың бірінің анасы, бірінің жан-жары, жүректері қан жылап шығарып салуда. Киіз үйдің алдында ауылдың шал-шауқандары, әйел қауым мен сәбилер қала берді. Ержүрек ерлер намысты тақымға қысып, арқаларына қару асынып, соғысқа аттана берді. Ал қан төгіс майданның ортасындағы жауынгерлерді жеңіске бір табан жақындатып, бойларына рух пен күш-жігер дарытқан Жамбыл бабаның жігерлі жырлар еді. 1941 жылы 7 шілде күні фашистік Германияның Совет одағына тұтқиылдан опасыздықпен шабуыл жасағанына 2 апта өткенде Правда газетінің бетінде Жамбылдың ыза мен кекке, жауға деген өшпенділікке толы өлеңі жарияланды. Жыр алыбы Жамбыл. Жамбыл ата, біз қазақ орыс халқының ұлдары майдан окоптарында фашистерді бір жолата тас-талқан етіп жеңуге дайындалудамыз. Бізге өзіңіздің қуатты жырларыңызды жолдаңыз. Сіздің өлеңдеріңіз бізге әрқашан рух береді, деп жазды ақынға солдат Дүйсебай Сейітов пен офицер Борис Захаров. Невзоровтар отбасы музейі қорында сақталған 1973 жылы салынған Жамбыл атты литографияның авторы жайлы бірер сөз қозғасақ, Баранов Константин Яковлевич 1910 жылы Горький облысының Большое Казино селосында туған. Ол 1928-30 жылдары Иркутскінің көркем сурет шеберханасында оқыған. 1931 жылы Новосібірге қоныс аударған. 1939 жылдың шілде айында Қызыл армия қатарына шақырылады. Халхинголдағы ұрысқа қатысып, жарақаттанады. 1941 жылы суретші қайта қару асынады. Старая Русса маңында жарақаттанады. Соғысты Австрия жерінде аяқтайды. Әскерден 1946 жылы босап, Алматыға оралады. 1947 жылдан бастап Қазақ мемлекеттік баспасының бас суретшісі ретінде көптеген плакаттар, кітап иллюстрациялар мен суреттерін жасайды. Оның шығармалары өте ұқыпты, шебер орындалған, образдың жүйесі тереңнен бастау алады. Ол өзінің шығармашылығында өмір құбылыстарының философиялық мазмұнын ашуға тырысады. Отан үшін от кешкен жүректері жалынға толы, қолдарына қарумен қатар қылқаламдарын қоса сүйрей жүрген майдангер суретшілердің ерлігі екі есе. Олардың аяулы есімдері ұрпақтар жадында мәңгі сақталуға тиіс. Өмірі аңызға айналған ақынның, дүлдүл жыршының образы суретшілер мен мүсіншілердің, жазушылар мен композиторлардың назарын өзіне бұрын да аударып келген, әлі де талай аудара берер сөзсіз. Түрлі заманды бастарынан өткере жүріп, артына қалдырған мәдени мол мұралары үшін осындай зор тұлғалардың халқына жасаған еңбектеріне басымызды иіп, алғысымызды айтамыз.